Ал Шымкенттік жас жұбайлардың шаттық тойы сайлаумен тура келді. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіндегі нөмірі 94-ші сайлау учаскесінде бүгін ерекше той. Саяси аурасы басым аудиторияға ақ көйлек киіп ақ жаулық таққан жас келін кіріп келгенде жадырамаған жан болмады. Ең мықты кандидат бағының жануын, ал жас жұбайлардың бақытты болуын бір қауым ел тіледі. Жас жұбайлар Қанат пен Гүлмира Қамбаровтардың қуанышымен Камила Мауленқызы ортақтасып қайтты. Жас жұбайлар осыдан бір жыл бұрын танысқан. Кездесе келе отбасылық өмірді жоспарлайды. Той күнінде белгілейді. Жаңғырақ көтерген жастар ел тарихындағы елеулі күнге тұспа-тұс келерін білмеген. Десе де азаматтық борышын орындауға асыққан жастар елмен бірге кезекте тұрып, өз дауыстарын берді. Жастар мәжіліс және мәслихат депутаттарын сайлау күні отбасын құрғанына ерекше қуанышты. Ақ тілек жауған жарқын күн деп біледі. Әрине бүгін толқынышта, жауапкершілікте өте үлкен. Мен себебі алдыңғы бойдақ кезінде жүрген кезінде өзімде ғана ойласам, енді жарымды да ойлауым керек, отбасымды да ойлауым керек. Отбасын ойлау, ол елді де ойлау деп болып саналады. Сондықтан да сайлауға қатысып, өзімнің конституциялық құқықтарымды пайдалана отырып, азаматтық борышымды орындағым келіп, сайлауға кіріп отырмыз. Оңтүстікте 800 мыңға жуық жас бар. Оның 540 мыңнан астамы кәмелетке толған. Яғни өңір жастарының 80% өз таңдауын жасау жасында. Қазіргі кезде жоғары оқу орны мен орта арнаулы оқу орындарында 66.513 жасымыз бар. Олардың барлығы өздерінің ауылдарында, ауылдық жерлерде, сайлау учаскелерінде өз дауыстарын белсенді түрде беріп жатыр. Мен де бүгін өз таңдауымды жасадым. Жастардың жағдайын жасатын, жастарды жұмыспен қамтамасыз ететін, жастар ертең салауатты өмір салты қалыптастыратын жаңағы болашақ депутаттар біз таңдадық. Сол депутаттарға біз жастар үлкен сенім артудамыз. Егер де әрқашан жастарды қолдап отыратын болса, біздің Қазақстанның болашағы жарқын болады деп сенеміз. Нөмірі 94-ші учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы Эрнест Леовтың айтуынша сайлаушылардың белсенділігі жоғары болған. Бұл орталыққа 1842 адам тіркелген, оның 711-і студент. Азаматтардың 50% сағат 15:00-ге дейін дауыс беріп үлгерді. Ал алғаш рет дауыс берушілер саны 105 адам. Камила Мауленқызы, Жандос Орынбаев, Оңтүстік ақпарат.